Сәлеметсіздер ме? Кеңашы ауыл кітапханашысы Мұхамеджанова Айнұр Қадырқызы. Абай Құнанбаев. Алтыншы қара сөзі. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қате тату болады білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрамай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтан басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалтып, әйтеуір бірін бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адамдар өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалтып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңіл тірі болса, соны айтады. Өзінің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігері қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақ бас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас, артың ойлап, ұялмас. Болып жүріп, тірімін деме, оның да ала жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық.